Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған дүниетану пәні бойынша тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейін тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 32-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз түрлі дерек көздерден негізінде тарихи кезеңдердегі технологиялық прогрестерді анықтау. Дескрипторы: сен техникалық прогресс жайлы білесің. Техникалық прогрестің адам өміріне тигізетін әсерін оқып танысасың. Тірек сөздер бірге қайталайық. Прогресс, техника, авиация. Ендеше балалар, салыстырайық. Осы заманғы адамдарды тас дәуірінде өмір сүрген адамдармен салыстырайық. Ежелгі адамдардың қолынан не келді? Қазіргі адамдардың еңбегі қалай атқарылды? Осы сұрақтарға жауап ретінде келесі бейнежазбаны қарауды ұсынамын. Ежелгі адамдар терімшілікпен және аңшылықпен айналысқан. Жеміс-жидектер теріп, жеуге жарамды өсімдік тамырларын жинаған. Терімшіліктен неолит дәуірінде егіншілік пайда бола бастады. Адамдар жерге түскен дәннен жаңа сабақтың шығатынын байқаған. Содан өсімдіктерге күтім жасап, өнім алуды үйренді. Адамдардың еңбегі өнімді болып, артылған өнімнен қор жинау мүмкіндігі туды. Тастан тас шапқы, қырғыш, кескіш сынды еңбек құралдарын жасауды үйреніп, оларды шаруашылықта пайдаланған. Осылайша, ежелгі адамдар үздіксіз еңбектенудің арқасында жануарлар дүниесінен бөлініп шығып, табиғатқа тәуелділіктен құтылған. Адамдардың топтасып тіршілік етуі, еңбек құралдарын жетілдіріп отыруы және отты пайдалануы эволюцияның басы болды. Осылайша, алғашқы қауымдық құрылыс, рулық қауым, тайпалық одақтар құрыла бастады. Ұзақ әрі күрделі даму кезеңінен өткен адамдар еңбек етуді үйренді. Өндіруші шаруашылықты қалыптастырып, металл өңдеуді игерді. Еңбек құралдарын, қаруларын жетілдіріп, өмірлерін айтарлықтай жеңілдетті. Ерте темір дәуірінде ауа райы өзгерді. Адамдар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, өмірлеріне үлкен өзгеріс әкелді. Малшылар мен егіншілер арасында өнім айырбасы болды. Темір дәуірінде сақ, сармат, үйсін, қаңлы, ғұн тайпалық одақтары құрылды. Олардың қоғамдық құрылымы мемлекеттік деңгейге жетті. Мінеки балалар, адам баласының білімге деген ұмтылысы, ізденісі мен тынымсыз еңбегінің арқасында прогресс дамиды. Прогресс дегеніміз не? Прогресс алға ұмтылу, дамудың жоғарғы сатысына көтерілу деген сөзді білдіреді. Біз жаңа тас дәуірінен бастап шаруашылықтың қалай дамығанын бейнежазбадан тамашаладық. Одан кейін адамдар аспанға ұшуды армандай бастады. Ол үшін ұшатын аппараттар қажет екенін түсінді. Алғашқы ұшақты америкалық ағайынды Райттар жасап шығарды. Олардың ұшағы 1903 жылы әуеге көтерілді. Мына суреттерге қарап, 100 жылдан дәл асатын уақыттың ішінде авиацияның қалай дамығанын көріңдер. 1903 жылы ағайынды Райттардың ұшағы әуеге ұшса, 1915 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ұшақ әуеге ұшырылды. 1975 жылы дыбыстан жылдам ұшатын Ту-144 ұшағы ұшырылды. Одан кейін 2019 жылы Air Астана компаниясының
Boeing 757 ұшағы ұшырылды. 20 ғасырдың ортасында ғарыш дәуірі басталды. Жер орбитасында ғарыш станциялары ашылды. Онда әр елдің ғарышкерлері жұмыс істей бастады. Міне осылайша адам баласы тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейінгі кезеңнен өтті. Ендеше, мына суреттерге қарап компьютерлік технологияның саласындағы прогресті көріңдер. Алғашқы компьютерлердің көлемі өте үлкен әрі тұтас залда орналасатын. Бұл 1946-1960 жылдар аралығын қамтыған. Компьютерлердің екінші сатысы шағын, сондай-ақ көптеген есептеу операцияларын орындайтын. Бұл 1960-1969 жыл аралығын қамтыған. Компьютерлердің үшінші сатысы бұрынғыларға қарағанда жылдам әрі ықшамдау болып келген. Бұл 1970-1979 жыл аралығын қамтыған. 1980 жылдан бастап компьютерлердің төртінші сатысы қолданысқа енді. Жеке компьютерлер дәуірі басталды. Компьютерлер әр үйде, кез келген кеңседе орын алды. Қазіргі кезде техникалық прогресс көз ілеспейтін жылдамдықпен дамып келеді. Осы заманғы прогрестің дамуын техника жаңарған сайын жаңара түседі деп сипаттауға болады. Ендеше сіздерге тапсырма. Бүгінгі мектеп болашақта өмір сүруді үйретеді. Қалай ойлайсың? Болашақта прогресс көшінен қалмау үшін қандай қабілеттерді жетілдіру керек? Интернет сөзінің мәнін түсіндір. Интернет арқылы қандай істерді атқаруға болады? Түрлі дерек көздерді пайдаланып, көлік, байланыс, тұрмыстық техника салаларының даму сатысына мысал келтіріңдер. Осы заманғы техника адамның өмірін жеңілдете ме, әлде қиындата ма? Өз ойыңды айт. Өркениеттің дамуына маңызды рөл атқарған өнертабыстың 5-10 түрін ата. Болашақты ойша елестетіп көріңдер. Алдағы 50 жылдың ішінде қандай өнертабыстар дүниеге келуі мүмкін? Осы сұрақтар бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.